Баршаңызға сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өте дәмді, ерекше тағамның бірі қуырылған мантының жасалу жолын ұсынамын. Жасалу жолы өте оңай әрі қарапайым. Дәмі тіл үйіретін мантыны сізге де жасап көруге кеңес беремін. Видеоны соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Керекті заттардың барлығын видеоның астына описанияға қалдырамын. Ең алдымен қамырын жасаймыз. Алдын ала електен өткізілген ұнға жұмыртқаны саламыз. Жылы суға тұзды салып, жақсылап араластырамыз. Ұнға судың барлығын құйып, қатты қамыр илейміз. Дайын болған қамырдың бетін жауып, немесе целлофан пакетке салып, бөлме температурасына 10-15 минутқа қалдырамыз. Ендігі кезекте салмасын дайындаймыз. Салмасына тартылған ет, пияз және құйрық май керек болады. Пияз бен құйрық майды алдын ала ұсақтап турап алдым. Енді дәміне қарай тұз және қара бұрыш саламыз. Аздап су құямыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Тартылған еттің орнына кез келген етті ұсақтап турап пайдалансаңыздар болады. Дайын болған қамырды 15 немесе 20 граммнан өлшеп бөліктерге бөліп шығамыз. Бөлінген қамырларды видеодағыдай дөңгелектеп шығамыз. Қамырлар кеуіп қалмас үшін беттерін жауып қоямыз. Ендігі кезекте қамырды жұқа етіп жаямыз. Сонан соң жайылған қамырға дайын тұрған салманы салып, видеодағыдай түйіп шығамыз. Салмасын қатты толтырып та, азайтып та жібермейміз, орташа етіп саламыз. Қазір біз мантыларды майға қуырамыз, сол үшін ашылып кетпесі үшін қаттырақ қысыңқырап түйеміз. Достар, менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп қойыңыздар. Алда бұйырса тағы да көптеген тағамдардың жасалу жолдарын салатын боламын. Манты өте дәмді болып шықты. Менің отбасыма өте қатты ұнады. Сіздерге де ұнайтынына сенімдімін. Мантыларды түйіп дайындап алдым. Енді қатты қызып тұрған майға мантының барлығын қызартып қуырып аламыз. Қуырылған мантыларды бірден мантаваркаға саламын. Мантаваркаға май жақпай бірден салып жатырмын. Мінекей мантының барлығын қуырып алдым. Қақпағын жауып, қайнап тұрған суда 40-45 минут пісіріп аламыз. Мінекей достар, мантыларымыз дайын. Қуырылған мантыларымыз өте дәмді болып шығады. Менің отбасыма қатты ұнады, сіздерге де ұнайтынына сенімдімін. Дәмі тіл үйіретін тағамды сізге де жасап көруге кеңес беремін. Осы видео ұнаса достар, каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Ақшолпан.